Ақ жолмен жүрген асылдар. 4-ші бөлім. Шын ықылас мұратқа жеткереді. Ол сондай. Алла жеті көкті жаратқан және жерді де солар сияқты жаратты. Күмәнсіз Аллахтың әр нәрсеге күші толық жететіндігін білулерің үшін әмірлері жер мен көктің арасына түсіп тұрады. Сондай-ақ Аллахтың білімі әр нәрсені ішіне алады. Талақ сүресі 12-ші аят. Пешку ауданында Назар есімді кісі сал ауруына ұшырап 1,5 жыл төсекте жатады екен. Еш жерден дертіне шипа таппаған Назар Қанарбай атаны есіне алып, күні-түні өзің демеп ауруымнан айықтыра көр деп тілек тілеп жалынады. Бір күні Аллаға сыйынып, жәрдем тілеп, қамығып жылап жатқанда ұйықтап кетіпті. Түсіне Қанарбай ата еніп, «Ей, Назар, тұр орныңнан» десе керек. Оянса бойы тым жеңілдеп, көңілі сергек екен. Сол күні ақ қабырға жағалап жүре бастапты. Алла жолына атаған малын беріп, балаларын әулиеге жібереді. Олар келіп мал сойып садақа беріп қайтады. Ал Назардың өзі күн санап ілгері баса береді. 1997 жылы мамыр айында 5 күн жаяу жүріп келіп, атаның басына зиярат етіп, ауруынан айығып қайтады. Қаратаулық бір жігітте дәл осындай сал аурумен ауырып, атаға үлкен ықыласпен келіпті. Әулиенің шиықшысы әрі баяғы оны тіршілікпен жол шығып келіп, оралсам, Қаратаулық 4 кісінің келіп жатқанына 2-ші күн екен. Мешіттің табалдырығынан аттағаннан көзім төрдің алдында ұзыннан жатқан жігіт пен қасында отырған шалға түсті. Бұлармен амандасып бола бергенімде есіктен 2 әйел кіріп келді. Аман түгел сұрасып болған соң, қонақтар өздерін таныстырды. Әлгі әйелдердің бір төрде жатқан ауру жігіттің жұбайы екен. Жас әйел әуелі бір жеке басты жігітке тұрмысқа шығып, ол дүниеден өткен соң үлкендердің рұқсатын алып, төркініне кеткенін, содан несібесі қосылып осы жігітпен отасқанын, бірақ тағдыры сірә алдынан күліп бақпағанына наразы болып, біраз әңгіме айтты. Мен де білген ақылымды бердім. Сонымен олар 7 күн жатты. Мен әлбетте үздіксіз бірге бола алмаймын. Әулиеге тиісті тіршіліктерімен жүремін. Бір күні Беруниден әулиеге келе жатқан бір топ кісіні бастап атаға келсем, әлгі жігітім орнынан өзі тұрып, отырып, кесені амалдап алып, шайды өзі ішуге жарап қалған екен. Осы жатыстан олар 2,5 ай жатты. Жігіт дертінен құлан таза айығып, мешіттен атаның бейітіне дейін өзі жүріп келіп, атаның қабіріне зиярат жасап, риза болып, қуана-қуана еліне қайтып кетті. Ол жақ бұл жаққа көп шығып тұрамын. Бірде жолым түсіп, 139-шы разъездге бардым. Ол жерде Қарақожа есімді кісі жасайды екен. Кездескенімізге көп ризашылығын айтты. Кетерімде бір қамшысын сыйға тартты және ақ батасын берді, деді Әрбай аға әңгімесін әрі жалғап. Күндерден күндер өтіп, Бұхара жағынан өзбек қария есі ауысқан азамат баласын алып келді. Өзі шалдың жалғыз перзенті екен. Москвадағы институттардың бірін бітірген көрінеді. Қария маған байқа деп баласының жыны асқынғанда қолына түскен затпен шабуылға шығатынын ескертті. Сол арада бала алас ұрып тынышсыздана бастады. Сөзге құлақ аспады. Мен Қарақожа берген қамшыны алдым да тартып жібердім де. Ақсақал, менің міндетім балаңызды әулиеге алып бару. Ал бала менің ізіме ерсе, сіз де қалмай жүріп отырыңыз, дедім де балаға. Қане, ізіме еріп отыр, деп жүріп кете бердім. Қақпаға дейін бала мені ұрмақшы болып 2-3 рет ұмтылды. Мен қамшыны білем деп, тек жүр деп айқайлайым. Ол басылып ізімен еңпеңдеп жүріп отырады. Осылайша әдіспен баланы Қанарбай атаға алып келдім. Атаның күмбезін туды айналып зиярат етіп болып, Құран оқуға отырдық. Бала маған қарама қарсы отырды. Тізерлеген күйе жараған бураша маған жақындай береді. Әбден болмағанда көкірегінен бір ұрдымды. Ей, байғұс, Қанарбай атаға сыйын, дертіме шипа бер деп жыла, дедім. Жігіт өкіріп жылай бастады. Орнынан тұрғызып, қолынан жетектеп, ішке алып кірдім. Атаның қабірін 2-3 рет айналып және тәуетті. Содан кейінгі жерде жігіт тыныштала бастады. Мешітке келдік. Бала тыныш. Содан қарияға Алладан әмір болды ау. Қанарбай ата балаңызға қарады. Бала өзін өзі біліп отыр ғой. Енді жатып демалайық. Азанда сағат 5-те осыдан 6 шақырымдай жерде тас жол бар.
содан автобус өтеді, соған үлгеруіміз керек дедім. Үшеуміз де жаттық. Шал мен екеуміз балаға алаңдап жатырмыз. Түн іңірден ауа бергенде бала маңқиып мас ұйқыда жатты. Шалға нәсіп болса бәрі ойыңыздағыдай болады, ал енді алаңсыз жатып деміңізді алыңыз дедім. Таң ұйқымда біреу түртіп оятты. Қарасам, әлгі жігітім. Түнде тұрып автобусқа үлгеруіміз керек деп жатыр едіңіз, тұрыңыз, кешікпейік дейді кәдімгідей. Деп әрбай аға ықыласпен келген дерттілердің осылай қатесіз шипа көргенін әңгімеледі. Баласының ауруынан жазылып кеткеніне көзі шығып қуанған шал кемсеңдеп, құда, өзіңге шүкір деп пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам салауат айтып, Қанарбай атаның атын айтып, қайта-қайта білген дұғасын оқи беріпті. Көзі көруден қалған орта жасар бір кісі мүсәпір халінде қатты азарланып, жылап, еңіріп, тағдырына налып жатқанда ойына Қанарбай ата түсе қойыпты. Сонда ол кісі, Қанарбай атам бар екен ғой, деп әулиеге ықыласын қойып, баласына, мені үйден шығарып жолға түсіріп жібер, Қанарбай атаға барамын депті. Баласы жетелеп келіп жолға салып жіберіпті. Өзінің ықыласы мен атаның рухы Алланың кереметі мен бірі сағына табысқандай қуана қауышты білем. Сол кісі әулиеге адаспай келіп, тәу етіп қоныпты. Ұзақ жол жүріп шаршаған ғаріпке үшінші күні таңның алдында Қанарбай ата, тұр, көп жатып қалдың ғой, мынаған қара деп аян беріп оятыпты. Көзін ашса, айнала жап-жарық екен. Дәл осы рәуішті Қоянтүлей жақтан да бір жесір әйелдің жалғыз ұлы жынды болып Қанарбай атаға баруға ықыластаныпты. Жақын жанашырларынан әулиеге атап бір қой алып, екінші мәшіндеріне ілесіп, Үшқұдық теміржол станциясына жетіпті. Өкінішке орай әрі қарай көлік шықпай 3 күн өткеріпті. Біреудің үйінде жата беру жеке адамның өзіне де ыңғайсыз, ал аурумен жүру тіпті қиямет. Түнімен жатып ойланған ана 3-ші күні азанмен тұрып, алақандай картон қағаз тауып алып, бұл Қанарбай әулиеге аталған қой, кімде-кім кездессе қойды атаға жеткерсін деп өзінің жайын, садақаның себебін жазыпты да, қойдың мойнына мықтап байлап, ауылдан 40 қадам шығарып жолға салыпты. Бұнысымен бар іс біттіргендей көңілін жұбатқан ана қайтпақшы болады. Бұған да көлік жоқ. 2 күн тағы жатып қалғанына қапа болып, жалғыз Құдайдан ғана жарылқау тілеймін. Бұл қандай қырсыққан жол еді деп, шақшадай басы шарадай ісіп отырғанда жеңіл мәшіні бар жақын жиендері келе қалыпты. Қуанғаннан өзін ұстай алмаған ана бар жайды айтып, ең болмаса үйіме жеткер жаным деп жылайды. Жыламаңыз, түбі ниет етіп шыққан екенсіз, мен сізді Қанарбай атаға апарып, бірер күн қондырып қайтамын. Деген күніңізде үйіңізге апарып қоямын деп жиені жұбатып, әйелді баласымен машинеге отырғызып, әулиеге алып келеді. Қанарбай атаға жол алған ана тек баласын апарып зиярат жасап, қойдың жайын, өзінің жағдайын шиқ-шыға түсіндірмек. Түнеудегі қой жолдың тек құбыла қапталын жағалап жайылып, тамды трубаның сыртындағы Төсбұлақ деген жерге жеткен. Су жоқ, ауа ысып келеді. Содан ол бір шырпының түбінде күйіс қайтарып жатады. Ізін ала тамды трубаның ферма меңгерушісі Сапарбай Үшқұдықтан келе жатады. Төсбұлаққа келгенде шырпының көлеңкесінде жатқан қойды көріп, ай елі жоқ, отары алыс, бұл жерде неткен қой деп тоқтаса, мойнында асылған қағазы бар. Қойды ұстап қағазды оқып, мән-жайға қаныққан Сапарбай тіп-тіке Қанарбай атаға барады. Жиенінің мәшиніне мінген ана да баласымен алысып, жаңа ғана әулиеге жетіп, шиықшыны ертіп, атаның басында Құран оқып отыр еді. Құран аяқталмай жеткен Сапарбай да мәшинінен түсіп, осы Құранға қосылды. Зиярат рәсімдері біткеннен кейін ана шиықшыға әлдене айтпақ болған, бірақ одан бұрын Сапарбай осында келіп қалған себебін айтып, қойды машинадан түсіріпті. Ауылдан шыққандағы жол сапары ойдағыдай орындалмағанына көңілі інжарлау ана мына хәлді көргенде атасы келгендей қуанып қалады. Пендешілік жасап, көп нәрсеге орынсыз асығып жүйкені тоздырамыз. Әсілінде бар істе адам айтқан күні емес, Алла тағала үкім еткен күні сәтті бітеді. Бұл қарап жата беру керек деген сөз емес. Сол сәтті күнді келтіру үшін Аллаға адал құлшылық етіп, құлшылық тәшбіштеріне қиынсынбай, ықылас пен дұрыс тілену өте абзал. Басыңа іс түскенде емес, сау күніңде де кешікпей құлшылық қыл. Дәл осындай әңгімені Лайық Исабаев та айтады.
Оның ағасы Ереже 1986-87 жылдары Тәспеннен бір қойды Көнек деген құдыққа дейін әкеледі де, мына жағына көлік болмай мойнына әлгіндей жазу жазылған берге іліп айдап жібереді. Бұл мал да әулиеге аман келіпті. Ықылас есімді жігіттің өзі баяндаған бір әңгіме. Ықылас алыс отарлардың бірінде қой бағады. Жетістіктерді еңсеріп еліне, ауданына құрметті күшті болыпты. Сыйға үкімет жағынан машинада алыпты. Басқа дүниесі де түгел өз-өзіне тоқ жігіт екен. Ол үнемі Қанарбай ата туралы әңгімелерді қызыға тыңдап, атаға тәу етіп жүреді екен. Бір жылдары күтпеген жерден әйелі дүние салыпты. Мұнан кейін жігіттің күйі кері кетіп, табыстың басы құралмай 2-3 жыл бойы едәуір қиналыпты. Сөйтіп жүргенде өзі ауруға душар болып, шошып, елегізіп, өз-өзінен сөйлейтін әдеттерді шығарыпты. Тіпті соңғы 6 айда ұйқыдан қалып, түні бойы дала кезіп кететін жағдайға кез келіпті. Өзінің соңында не боларын байқаған жігіт өз қателіктерін іздепті. Үлкен кемшілігі Аллаға құлшылық, иман дұғаларын тілінде айтқанымен, ділі шайтанның арбауында жүреді екен. Бірі зинақорлық болса, бірі зекет садақа беру тәртіптерінен өте салақтығын аңлайды. Бірақ 40 парыз ислам әдептері, аяттар мен хадистер туралы көп естіп біліп жүрген. Көп намақұл істерін ойынан ескере отырып, қашанда қайда да біле көре істелген қылмыстың кешірілмейтінін, әдейі істелген құрметсіздік, жауыздыққа тіленерлік өрескелдік екені көңілінен өтеді. Қой құрсын, мен енді имандылықтың бастауы деген үлкен ниетпен Алла тағала сәтін салса Қанарбай атама барамын деп өзінен өзі көкке қарап, Қанарбай ата, мен саған барар жолды білмейм, сонда да болса Құдайға тәуекел деп осы туымды аяқтасам болды, өзіңе барам, соған дейін де өзің медет бол деп жиі-жиі қайталап атаға жалынады екен. Арман еткен күндерде жетіпті. Ықылас Аллаға сыйынып, тәуекелге бел байлап, ертең жолға шығуды жоспарлап жатады. Көңілінен әлде қандай болады деген бір күдік те өткен болар. Сол түнгі түсінде атам күліп, менде нең бар дейсің жаным, мендегі сен іздеген бар нәрсенің өзі де сендегі ықылас пен ниетке қарап тұрған шығар, оны Алладан сұра депті. Ықылас жастығына бас қойғандағы күдігінің қате екендігін мойындап, Алладан да атамнан да кешірім сұрап, ерте тұрып жолға түседі. Киелі атаның қайсы тұста екенін шамамен білетін Ықылас мамыр айының таңғы салқынымен күн шығысқа қарай тіке тарта беріпті. 7-8 сағаттай жол жүрген Ықылас күн түстіктен ауа бере әулиеге келіпті. Сондағы жігіттің әңгімесі. Алдымнан қаншалаған көлденең жол, қиылыстар, жол айрықтар кездесті. Бәрінде де маған біреу айтып отырғандай, ешқандай әурешілікке тосылмай аман есен жеттім. Шиқшы әулиенің басында екен. Құран оқып, Қанарбай атаның қабіріне тәу етіп, мешітке кірдік. Шай даяр екен. 2 пиала шай іштімде, шиқшыға көз ілдіріп алайын дегенімді білемін. Басқа ештеңе есімде жоқ. Түсімде таң атырып келе жатыр екен. Ақсақалды сұслау ірі денелі қарт кісінің астынан шығып маған қарай келе берді. Көңілімде үлкен кісіден ұят деп орнымнан тұра бергенім сол еді, оянып кетіппін. Оянсам, шынында таң атып, шиқшы қасымда шай ішіп отыр екен. Оу, тұр балам, шаршаған екенсің, қалай, жақсы демалдың ба? Өзіңде алдыңғы күні келгеннен ұйықтадың деген кезде барып, 1,5 тәулік міз бақпай ұйықтағанымды білдім, депті. Тағы бір шамалы күндер сол жерде болып, ата белгі берген күні еліне қайтқан. Ықылас ауруынан құлан таза айығып кетіпті. Газдилік бір жігіт ауырып, Алла деп бір өзінен медет тіліп, Қанарбай атаға бар ынтасымен келіп, бірнеше күн жатып жазылып кетеді. Сол жігіт 1996 жылы Қанарбай атаның 160 жылдық тойы болатынын естіп, атаның тойына келуге ниеттеніпті. Той 13 қыркүйек күні басталады. Жігіт 12 қыркүйек күні мерекеге атаған бір қозысын отардан ұстап, иығына салып жолға шығыпты. Жол бойы кей-кейде қозыны босатып жібереді екен. Сонда қозы қаңғылап кетпей, жігіттің ізіне еріп отырады. Ынта ықыласы күшті жігіт Қанарбай атаның тойына сол қонық күні ақ жетіп келіпті. Қанарбай ата туралы әңгімеміздің арасында Сафрон есімді кісінің Харис атты шопырына қайта әкеліп қой, бұл жерден өзің сияқты қанша жолаушы өтеді, солардың да біріне болмаса біріне керек болады бұлар, деп
кейіген туралы айтып едік қой. Сол айтпақшы, Қанарбай атаға аталған дүние әулиеге әкелінеді, және ол осы жердің өзінде халық игілігі үшін де жұмсалады. Дүниеде ғаламаттар көп, оны ғалам ғажаптары, әлемде талай қызық бар атты ғажайып құбылыстар энциклопедияларынан, баспасөздерден оқып жүрміз. Соның үшін Қанарбай атаға аталған малдың өз аяғымен келетініне, оның мүлкіне қиянат жасағандарға дер кезінде жаза берілетініне шүбә келтіруге болмайды. Ата адамгершілікті нәпсінің жолында құрбан ететіндерді сүймейді. Бір әйелдің қойы ақ қозы туғанда сол қозыны атаға беруді көңілінен өткеріп жүре беріпті. Қозы үлкен қошқар болыпты. Бір күні сол әйел қошқарды өзі әулиеге апара алмайтын болған соң жақын туыстарының бірінен беріп жіберіпті. Ол аққа ақ болса болды емес пе дегендей үлкен қошқардың орнына әулиеге тоқты бере салады. Әулиенің қойының іштерінде жүретін антика қошқар әлгі ақ тоқтыны малға қоспай сүзіп қуады. Бұрын мұндай әдеті жоқ қошқарына таң қалған шобан әрібай шиқшыға бұл жайды баяндап, екеуі де таңырқап қояды. Сол сәтте ақ тоқты берген шопан жетіп келіп, әреке, атам біз пендесін кешірсін, балалар балалық етіп қошқарды алып қалып тоқты беріпті. Содан бері екі баламның екеуі де мәңгүрттеніп ауырып жүр деп кешірім сұрапты. Тоқтыны беріп жіберейін деп қораға барса, оны әлде қашан қошқар сүзіп өлтіріп қойыпты. Сосын шиқшы, жарайды, мен батамды берейін, сен сол қошқарды бала-шағаңмен сойып жеп қой, депті. Шопан бұған көнбейді. Лаж жоқ, шиқшы баласын жіберіп, қошқарды алдырады. Қошқарды қорадан алып шыққаннан ақ екі бала да ауруынан айығып, өз-өзіне келіп, кәдімгідей тіршіліктеріне араласып кетеді. Иә, бәрі де пәктікке, адалдыққа байланысты. Қанарбай атаның қасында 40 жылдан бері қоныс аудармай мал бағып келе жатқан ардагер Әбдіхалық Жаңабаев өзі куә болған мынандай бір оқиғаны әңгімелейді. Алыстан бір кісі түйенің бір жағына әулиеге атаған ақ қойын, екінші қапталына жынды ауруға шалдыққан әйелін артып келді. Әйел өте қарулы екен, айналасын жұлып жеп барады. Әулиеге жетпей түйені шөгеріп, теңді шешіп жатқанда қойдың аяғы шешіліп кетеді. Асау әрі семіз қой шығына жөнеледі. Иесі күйіп пісіп қиналып қалады. Мен айттым, күйінбеңіз, әулиеге аталған мал ешқайда кетпейді. Осында өзінің де малдары жүрген болуы керек, мына ауруға қараңыз, дедім. Әйелді түйенің қасынан тұрғызып, Қанарбай атаға келдік. Дұрыс жүр деп жетектеген білем, әйелдің өз еркімен емпеңдеп жүріп кете берді. Бір кезде біраз жерге ұзап кеткен әлгі қойда жүгіріп келіп, әйелінің ізінен еріп тіп-тіке әулиеге барды. Міне осындай кереметтерін өзім көргем. Бір күні деп Әбдіхалық өз басынан өткерген бір жайды әңгімеледі. Қазықтың басында арпамен бағулы тұрған жараулы атым ноқтасын сыпырып тастап босанып кетті. Әбден масыққан ат жаяу мені тіріде жеткереме? Дорба алып шығып әрі-бері шақырдым, бұрылмайды. Тіпті құйрығын шаншып алып көз ұшына асып барады. Енді қайтем, қалай жетем деп, әуелі Құдай жар бол деп Қанарбай атаға сыйынып, қалтамдағы барымды садақаға беріп, тізе бүгіп, жүрлей отырып, дұға оқып, әулиенің тұсынан өте бергенімде байқадым, шығынып бара жатқан мас ат бірден әулиеге қарап тұрды да қалды. Күннің ысысында құмдақтай жерде жүру қиын ғой. Жетемін дегенше де біраз уақыт өтіп кетті. Бірақ ат тапжылмай тұр. Жақындап барып үрікпесін деп дыбыс берем, атым маған қарамайды да, көзін әулиенің туына жаздырмай қадап тұр. Қасына барып, басына ноқтасын салып, жетектеп алып қайттым. Осында да Алланың әмірі болып, Қанарбай атаның өзі тікелей көмектесті. Болмаса ол атты іздеп ұстап келу бізге кім неше күндік әлекшілік болар еді. Сонау 60-шы жылдарда Қанарбай атаның қасындағы шобан қазғаннан құдығында мал бағып отырған Гүлжан Қадырберді қызы. Ерте көктемнің кезі еді. Ауылға түйе жетелеген аттылы және екі жаяу келді. Хабарласып үйге түсті. Шал кемпір және жас жігіт. Түйенің үстінде керегеге бір жас әйелді таңып тастаған. Түйені шөгеріп, әлгіні керегесімен көтеріп алып, жерге қойып, үстінен киіз жауып тастады. Сөйтсем бұл шалдың жанұясы екен. Келіні жынды болып ауырыпты. Ертеңіне азанда келіні керегеден шешіп әулиеге апара жатыр. Күш бермейді. Күйеуімен де қайын атасымен де алысып барады.
әулиеге келіп тудың сырығына таңып тастады. Үстінде ештеңе жоқ. Өздерімен бір ақ қой әкелген. Соны сойып, айналаны шақырып садақа берді. Үшінші күні азанда келін ата тоңдым депті. Атасы келіп шешіп алып, киіндіріп жатса, қолтығындағы қолын жүгіртіп бірдеме іздейді. Балам, не іздеп жатырсың десе, қолтығыма бір күлше тығып кетіп еді депті. Содан тағы бір күні әулиенің мешітінде жатты сол жерде. Жаңағы келін иіліп сәлемін салып, қызметін қылып, аттай болып кетті. Кетерінде және біздің үйге келіп, бір түнеп аттанды. Міне, осыны көзіммен көргем. Ал сол жылдарда өзім бас ауруға шалдықтым. Тіпті қиын күй кештім. Бір күні семіз бір ешкіні жетелеп, Қанарбай атаның басына бардым. Зиярат жасап, ешкіні сойып, айналадағы шопандарды Сарғасқа, Айтбайды, Құрбанкүліменен, Құрбанбай Ишанды, Қосшанды тағы да басқаларын шақырып, Құдай жолы бердім. Құдай жолының үстінде әулие сірә адамсыз болмайды. Бір машина жолаушы келді. Көптің ақбата тілегін алып, ауруыма шипа тілеп, сол күні түнедім. Ештеңе байқамадым. Ертеңіне үйіме келіп, мазам болмай жатыр едім, көзім ілініп кетті. Бір кісі оң жақ босағамнан қарап, «Тұр, неғып жатырсың? Кісі келді», деді. Кәдімгідей ызбарланып, жеркіп, ұшып тұрдым. Басыма ауруын қойыпты. Мен ауырғалы, қоқып шашылған үйімді жинап, дереу қазан асып, от жағып, иісінен пісіріп, көршілерді жинап, Құран оқыттым. Бұл өз басымнан өткергенім. Қанарбай ата айтса айтатындай киелі әулие дейді. Шопыр Жалмырза Жұманазаров 1994 жылы 7 қараша күні мәшіннің мос көтеріп белін ауыртып алады. Жалмырза тамыршы, Тәуіп Анар Жарбаеваның немересі. Әжесінің тәрбиесінде көп болған. Арақ ішуіне әжесі марқұм болып кеткеннен кейін де бірнеше мәрте ескерту жасап, содан ол арақты қойған. Мұны айтып отырғаным тек тұқым емес екендігін ескертпекке. Белін ауыртып алған Жалмырза көп қаранады. Дәрігерлерге, тамыршыларға көрінеді. Нұратаға Ахметжан Ишанға барып оқытып, ол кісіден де тұмар алып мойнына тағып жүреді. 1997 жылы Әжібөгеттегі Бақыт әулиені естіп көрінуге барады. Бірақ бұл жолы ол тұмарын үйге тастап кетеді. Бақыт беліне аяғымен шығады, пайдасы тигенін сезеді. Екінші барғанда тұмарын тағып барады. Онда Бақыт, мен бұл кісіден өтіп кете алмаймын деп аяғымен шықпайды, бірақ емдейді. Разия Жалмырзаның жұбайы. Наурыздың соңғы күндерінде Бақыт әулиеге күйеуімен бірге барады. Сонда ол Қанарбай ата 40 күнде Меккеден келеді, менен хабар алады дегенді естеді. Содан ниет етіп бір арық тоқтыны базардан алып барады. Сәуірдің аяғында дейін әлгі тоқтыны Құдай жолына сойып, садақа сауабын пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам Қанарбай атама және әруақтарға бағыштайды. Сол күні түнде Қанарбай ата Жалмырзаның жалғыз ұлы Мараттың түсіне кіреді. Мараттың оң қолына оннан зият ақ сүйел түскеніне біраз болған. Көп қаранып, еш шипасын таппай көңілсіздеу жүрген. Ата түсінде оның қолын сипайды, Жалмырзаның белін басады. Қолындағы дақтардан өзінше қысылып жүрген Марат ұйқысынан қуана оянады. Ояна сала қолына қарайды. Қуанышын анасы Разияға асыға келіп айтады. Разия да баласының қуанышына мерейленіп, «Қане, қолында келші» деп қолын ұстап қараса, бірде ақ сүйел қалмапты. Жалмырза да олай-бұлай жүруге жарапты. Әбдірахман Шадымұрат ұлын бұрын естіп жүргенімен баруға белі ауырып жарамаған Мараттың түсінде Қанарбай ата уқалағалы бері белі жақсарып, Әбдірахманға барып дауаланып қайта тіршілікке жарап кетеді. Сол 97 жылы құйрықты жұлдыз туғанын көпшілік біледі. Жұлдыздың жоқ болуы да Бақыт әулие айтқан күн Қанарбай атаның Меккеден келген күніне тура келіпті. Онда не сыр барын бір Алла тағала ғана біледі. Торыққан жастығында да, молыққан шағында да тапқанын халқымен рауа көрген Қанарбай атаның әулие болған кездерінен жиналған барлық байлығы жеке кісінің емес, халықтың мүлкі. Халық мүлкіне қиянаты бар немесе өзіне бөтен пейілде келген кісіні ата ақ түйе болып немесе қара жылан болып қуып та салған екен. Ал бірсыпыра қылмыскерлерге опасыздықпен емес, пендешілдікпен жаңылыс басқандарға түсінде аян береді екен. Мыңбұлақтық бір әйелдің туған апасы Газлиде жасайды екен.
Бір жылдары Мыңбұлақта сіңілісінің үйінде той болған болып, Газлилік апа келе жатады. Көпшілік әлбетте жолда Қанарбай атаға тоқтап зиярат жасайды, шай ішіп демалады. Шай үстінде бір пиалаға әйелдің көңілі ауады. Мыңбұлақтан тойдан қайтып келе жатқанында да атаның басына тоқтап зиярат жасап, демалып шай ішеді. Әуелге көріп кеткен әдемі көк гүлді пиала және назарын тартып қызыққан әйел ебін тауып пиаланы алып кетеді. Бұл Газлисіне кете берсін. Сіңілісі тойын аман есен өткергеніне мәз болып, көңілді бірлеп жүрген күннің бірінде түс көреді. Сонда Қанарбай ата: "Апаңа барып айт, мені пиаламды жайына әкеп қойсын", депті. Әруақ сыйлаған Қанарбай атаға тағзым ойлаған тойшы әйел күн өткермей Газлиге апасының үйіне келеді де, сол күні пиаланы алып апасын ертіп әулиеге жетеді. Пиаланы жайына қойып, қона жатып кешірім өтініп, екеуі екі жаққа отбасыларына қайтады. 1982 жылы көктемде Қарақалпақстан жағынан бір жас жігіт ауырып келіп, 3 ай жатып емделіп ауруынан айығып еліне қайтарында мешіттегі қызыл баулы қайшыны алып кетіпті. Бала барғасын 1 ай ұйықтай алмапты. 1 ай дегенде Қанарбай ата түсіне кіріп: "Қайшыны жайына қой, иесі іздеп жатыр", депті. Содан ағаларының бірі қайшыны алып, әдейі алып келіп, Әрібай ағаның қолына беріп кетіпті. Ата кейбір жақтырмаған жағдайларға да сыпайы ғана әсер етеді. 1956-57 жылдардың тұсында Айтқожа руының басты ақсақалдарының бірінің тойы болыпты, дейді Сарғасқа Әбдіхалық Жаңабаев. Болған оқиғаның куәгері туған атасы Айтбай Жаңабаевтан естіген әңгімені баяндап: "Ағам Қосбармақ Балқы Жарылқасынның атақты боз жүйрігіне мінген. Қатарда Жәнтін Мәнібектің Ақжалы мен Кедей Дәулеттің Ақжалы бар екен. Бәйгеге 90 шамалы ат шығып, бәйге Асуқарадан жіберіліпті. Айда деген айқай шыққаннан әлгі 3 сәйгүлікке қосылып, және бір жүйрік суырыла тартып озып келеді. Қанарбай атаның үстінен шықпақ болғанда ат 3 рет айқайлапты. Аттар ісіп тұра қала берді. Атсейіс Айтбай аттан түсіп, айылдарын босатып жүгенін алып, аз ғана жер жетектейді. Ат сілкініп, кісінеп, есінеп, керіліп өзіне келіпті. Содан қалған бәйгешілер де жалмажан солай етіп, бәйге тәртібі сол жерден қайта жалғасыпты. 96 жылғы атаның өзінің тойы күнгі көпшілік куә болған және бір ғажайып былай болған еді. Республикалық облыстық телерадио кешендерінің телеоператорлар келеді. Тойшылардан үштөбелік Қасқырбай Сұлтанов мерекеден естелік түсіруге телекамерасын ала келген. Бұл жігіт Якутияда жасайды. Сол күндері ата-анасына туыстарына қыдырып келген. Қасқырбай Қанарбай атаның күмбезін сыртынан түсіреді. Күмбезінің ішіне кіріп, атаның қабірін камерасына алады. Кешке Қызылқұмдықтар сол шаруашылықтың төрағасы Мықтыбай Өтемұратов тойға үй тіккен. Қанарбай атаның руластары Танымбек Нұрманов, Әбдіқали Қожахметов, төрағаның орынбасары Жауынбай Сұлтанов, телерадио шебері әрі оператор Әли Маханбетов, журналист Қали Жолдасов, дәрігер Рүстем Нұрназаров, тағы бірнеше тойшылар Қасқырбай түсірген бейнетаспаны тамашалайды. Камераға не түсірілген болса, бәрі де бар, бәрі тамаша, тынық түсірілген. Ертеңіне келген жоғарыда аттар аталған республикалық облыстық телеоператорларда тойдың шаңбасын атаның күмбезін түсіреді. Ал күмбезден ішке кіргенде әлде қандай жарық сәуле, ол тек камерадан қарағанда көрінген. Камераға қарсы шағылысып түсірттірмепті. Қалай түсірмек болса да сол сәуле жағаласып болыпты. Тойханаға жиналған операторлар бір-біріне кездесіп болған жайды әңгімелейді. Мұны естіген Қасқырбай оған өзі түсірген кешқұрым көпшілікпен тамашалағанын айтады. Ол көпшіліктің қолқалауымен түндегі бейнетаспасын магнитофонына қойса, тойлы ауыл жол бойы көріністері бар. Атаның күмбезі, қабірі бейне әдейі қолмен өшірілгендей. Бұған бәрі таңғалады. Бұл Алланың екі дүниесінде де жарылқаған құлы Қанарбай атаның сыпайы ғана ескертуі еді. Салмақтылық, ұстамдылық, ойлылық, қайырымдылық, пайғамбарлық сипаттың 24-тен бір бөлігі. Ислам, яғни мұсылманшылық жария нәрсе, ал иман діліңде, деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамгершілікке, Аллаға
дінге құрметін әркімнің өз ожданына тапсырған. Ұят иман деп тағы да. Ұятын ойлаған кісі иманын ойлағаны, иманын сыйлаған кісі өзін сыйлаған деген сөз бұл. Әлбетте, мұны жетелеп түсінген жан еш уақытта адамгершілікке кереғар істерге бармайды. Ал барса, оның ақылы жетпейтіні немесе қырсықтығы я ойлау, естіген, оқығанын талдау қабілетінің төмендігі, болмаса пасықтығы. Мына парақор, ұры, дүние қоңыз байлар, лауазымпаз тәкаппарлар, қызғаншақ, бақыл, өсекпаз, жалатайлар, қиянқылар осы топқа жатады. Әлемі сауаты бар молдалардың өрісті ісі, келісті әңгімесі бар жақсылардың бас қосқан тобынан қалмайтын Қанарбай атаның дүние танымы кеңейіп, қасиетті ислам дінінің жолына алаңсыз кірісті. Жүрген жеріне төңірегінде топталғандарға үнемі тура кеңес беріп, дін хадистерін, тәртіптерін бұрмаламай дәл мәнінде түсіндірді және өзі ылғи сыпайы, мәдениетті, таза жүріп тұрды. Кәріп кембағалдарға көп көмектесті. Қысқаша айтқанда, пайғамбарлық сипатының 24-тен 1 бөлігін құрайтын қасиеттері мен халықтың назарына ілінді. Бұл өз ләбізіне адал, табанды, өзіне кәміл сенетін, аузынан шыққаны мен көңіліне түйгеннің үдесінен шығатын, дінді тілімен айтып, ділімен қабылдаған шынайы парасатты кемеңгердің ұлылығын көрсетеді. Болашақ әулие медресені түгетіп келген жылдар бұл төңіректе ондай білімге ие молда жоқ еді. Егер ол дүние қоңыз, жағымпаз молданың жолына салынып кетсе де, оның алдынан ешкім кесе-көлденең тұра алмайтын. Бірақ ірі ойлы, асыл жан, ірі діндар болды да, нәпсі мен бас пайдасы үшін дін бұзарлыққа бармады. Асыл тектілігі мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Аллаға иман келтірдім десең де, ізінен өзің таза бол деген өсиетіне адал болды. Дүниеге өзіндік көзқарасы биік болашақ әулие 14 ғасырға жуық уақыттан бері мұсылман пендесінің қанына сіңіп мәңгі жасап келе жатқан Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам үмбеттеріне қалдырған ұлы өсиеттерінің көздеген мақсаты шынайы адамды мөлдір пікірлі көреген мұсылманды тәрбиелеу, сөйтіп салауатты адамзат қоғамын сақтау екенін ақылмен терең талдап білген көреген еді. Білгеніңді білместікке не сұрағанға тура түсіндіру сауап, ал керісінше әрекет жасау обал, білмегеніңді айту қылмыс. Хадис: барлық жақсылық қайырымдылықта, барша күнә жамандылық ділдегі дұшпандық пен ұятсыздықта депті. Сол айтпақшы, таза әділетті іс тұтынып түзу жүрсек қайырымдылығымыздың, адамшылдығымыздың белгісі болар. Ал керісінше әрекет жасап, теріс пікірде болып, күнә мен жамандықты жасасақ, көпке дұшпандық, ұятсыздық еткен надандығымыздың көрінісі. Батыр Бауыржан атамыз сыртқы тәртіпсіздігің ішкі кемшілігің депті. Бұл жерде ол ішкі кемшілік дегенде бауырың не өкпең жоқ деп отырған жоқ, ақыл, ой, пәм парасат жетпейтіндігін ескерткен. Ал дін дәл осы ішкі кемшілікті болдырмайды. Болғаны болса кемшілігін түзетіп, орнын толтырады. Құран кәрім аяттарында құлақ ассақ, дінді Алланың, оның елшісі Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам барлық уақытта жадда сақтап, құрмет етуіміз, оның талаптарына адал болуымыз біздің ұяттылығымыздың кепілі болмақ. Қанарбай ата өсиеттерінің бірінде аят хадиске адал бол, қалғанына Алланың өзі жар болады депті. Орта Азия республикалары мен қазақ елінің көптеген мұсылмандары білетін, тәнті тұтып, құрмет ететін киелі әулие Қанарбай ата әлемнің жалғыз жаратушысының жолында көңіл қойған күннен бастап өзі таза болды. Әулие болғаннан кейін де сол тәртіпті қатаң қорғап келеді. Сондықтан да ол мәңгі қырағы, ұлы адамгершіліктің қасиетті ислам дінінің шынайы жанашыры, адал қамқоршысы. Ғұмыр бойы жақсылыққа бейімдел, соған қарап сабақ алсын кейін кел. Өмірзақ Қожамұрат. Ұлағатта үлкен болып ізгілікті өмір сүрген Қанарбай атаның ұлы қасиеттеріне бас иген мың-мыңдаған жақсылар барлық уақытта ол кісі туралы жасампаз естеліктер айтып, атын өшірмей ұрпақтарға жеткеріп келеді. Ал енді соның тағы бір дәлелі ретінде 1996 жылы қыркүйекте атаның 160 жылдығының құрметіне жасалған тойды мақтанышпен айту әбден орынды. Бұл мерекені өткеру бойынша бастама көтергендерге және оларды қолдағандарға, халық болып тік аяқта тұрып, тойға таза қызмет еткендерге Алланың нұры жаусын.
Қанарбай атаға халық қашаннан қызмет етіп келген. Әуелі кездескен жолаушы қожа, кейін малай бай туралы айттық. Әрине, ортада дінге кері сөз сөйлеген, оны жақтағандарды қуғындаған заман өтті. Ол кездерде ешкім әулие, әруақ, құдай туралы ештеңе айта алмады. Тіпті ата-баба шежіресін, руын айтуға қорықты. Міне, сол жылдарда да киелі Қанарбай атадан қол үзбеді. Шейхшылар белгіленіп, олар әулие мен халықты байланыстырып отырды. Ал кейінгі жылдарда шейхші болған арыстан әрібайлардың еңбектері тіпті бағалы десек артық айтқандық болмас. Шейхші әрібай Нұрмұратұлы туралы да айта кетелік. Бұл кісі Қанарбай атамен немере туыс, Қаржаубайдың немересі. Өзінің айтуы бойынша әрібайға дейін ата-анасы 11 перзент көрген, бірақ тоқтамаған. Содан нала болған олар Қанарбай атаның басына келіп түнепті. Әрекеңнен анасының естіген естелігі былай баяндалады. Анам марқұм айтатын, сені атама барып, Аллахтан тілеп алғанбыз дейтін. Қасындағылар ұйықтап қалды. Мен орнымнан тұрып, Алладан перзент тілеп, Алла, маған перзент бер, болмаса мені ал деп жыладым. Сонша бала тудым, тұрмады, әбден ызам келді деп отыратын. Содан қайта жатқан жылап жатып ұйықтап қалған түсінде Қанарбай атам келіп, бір қара құман және ісінен оны-мұны беріпті. Көп өтпей анам құрсақты болып, 1938 жылы наурызда мен туылыппын. Кейін Дәрігүл, Дариға деген қарындастарым мен інім Кәрібай дүниеге келді дейді. Әрекең 1984 жылдан бері шейхші. Арыстан дүниеден қайтқаннан кейінгі жылдардан әулиеге шырақшы болып, тазалығына, кісі күтіміне, бәріне қарап келеді. 1969 жылы осы жердегі шаруашылықтың директоры марқұм Сүйіқұл Тоқанов шаруашылық құрылысшыларын жұмылдырып, 10 күнде дәл осы дәуірге лайықтап мешіт салды. Бұл жұмысқа өз еркімен келіп қолғабыс жасағандар да болды. 1980 жылы осы шаруашылықтың директоры ғалым Тобан Раметов мазаратты сымтормен қоршаттырып, Қанарбай атаның өзіне Мыңбұлақтан ұста Төрехан Дәдебаевты әкеп күмбез салдырды. Көнекөз әңгімешіл шежіре қарт Сырман Білбаевтан сұрап, Қанарбай атаның туылған өлген жылдарын анықтап, құлыптас қойдырды. Осы жерде күмбез құлыптасының тарихына тоқтала кетелік. Әр нәрсеге бір нәрсе себепші дегендей, шаруашылықтың маңдай алды шопандарының бірі Әбдіхалық Жаңабаевтың көп жылдардан бергі қонысы осы Қанарбай атаның атырабы. Көктемнің бір күнінде әр күнгісіндей шаруасын күйттеп шыққан әбекең қой бағып әулиеге келеді. Ізінде 2 тазысы бар. Мешіт маңында шейхші арыстаны ақ есегі жайылып жүр. Әулиеге Құран оқыған Әбдіхалық шейхші арыстанымен әңгімелесіп, сәуірдің шуағында біраз мезгіл отырып қалады. Ана жер, мына жерді тіміскілеп жүрген иттердің бірі келіп, биік ошаққа сарып кетеді. Бірде қараса, шейхшінің есегі сол ошаққа сүйкеніп қасында тұр. Мұны қаламаған Әбдіхалық Арыстан аға, атаның өз дәулеті өзіне жетеді. Сіз неге осыны қоршатпайсыз? Міне, көзіңізбен көріп отырсыз, ит сарып кетті, есек қасында тұр. Анау ертеңгі бір күндерде бұлардың қапылыста ішке еніп, әулиенің туына барып, осы қылты қылмасына кепілдік бере аласыз ба? Бұл жерде қанша халық сырттан келеді. Егер олардың мынандай жайды көріп қалса, елдігімізге сын айтпай ма? Сондықтан қоршау керек, дейді. Арыстан, кімге айтам? Әулиеге жарықтықтың ақшасы, малы баршылықтан тіпті 4 қорған салсаң да жетеді, дейді. Бар ма? Онда мен ертең Ұзынқұдыққа барамын да 1-2 ақсақалмен ойласып, Тобан ағаға мұны жеткерем, әрі өтініш айтам. Мейлі, сөйтсең сөйт, деп шейхші қала берсін. Әбдіхалық ертеңіне өзі айтқандай әдейі жұмыс қылып, малды баласына тастап, өзі Ұзынқұдыққа шаруашылықтың орталығына келеді. Осында ақсақалдардың бір кезінде шаруашылық кеңсе қызметкері болған кісіге көрген қолайсыз жағдайды шейхшімен әңгімесін баяндап, Тобан Раметовке өзіңіз жолығып атаның басына сағана салу, әулиені қоршау туралы ел атынан өтініш айтсаңыз деп әңгімесін аяқтайды. Мәслихаттасы, әңгімең өте орынды, келгеніңнен де жақсы, бірақ мен мұны айта алмаймын, қалтамда партбилетім бар, деп саясатқа жалтақтайтынын байқатады. Әбдіхалық, партбилет менде де бар, менің кідіріп тұрғаным алдымен елдегі сізде үлкендердің
аттамайын дегенім. Екіншісі, сауатым жоқ, әрі шаруада болған соң мұның ізіне түсіп жиі-жиі қадағаласып хабарласа алмаймын. Сөйтіп өздеріңізге келіп отырғаным десе, әлгі кісі көнбепті. Әбекең орнынан тұра бергенде ауыл кеңесінің төрағасы Шамшат Ақназаров келіп қалады. Әбдіхалық барлық әңгімені бұл кісіге де тәрпіштеп айтады. Келетін жөнді жұмыс екеніне көзі жеткен Шамшат енді бұл мәселені директорға орын тауып жеткерудің әдісін ойластырады. Әбеке, және бір 2 аптадан соң туым қорытындысы байланысты Төрекеңмен бірге сіздің ауылға қарай шығамыз. Сол кезде есімізге салыңыз, Төкеңе айтамыз. Ол кісі сіздер жаққа шыққанда көңілді болады, өйткені шаруалардың бір қатар озат шопандары қатар жайғасқансыздар. Олардың көшбасында өзіңіз деп қоштасады. Айтқан мерзім жетіп, Тобан аға бастаған 4 өкіл төл алу қорытындысы бойынша Әбдіхалықтың отарына барады. Кісілерді күтіп, шаруашылық жұмыстарына байланысты жақсы әңгімелерден Әбдіхалыққа бұрылып, Әбдіхалық, басқа әңгімен жоқ па деп сұрайды де мәшинесіне мінеді. Сол кезде Шамшат Әбдіхалықты түртіп, анау күнгіні айтпайсыз ба дейді ғой. Сонда Әбдіхалық Тобан ағаға барып пікірін, өтініштерін түгел жайып айтады. Директор Әбдіхалықты да машинасына отырғызып алып әулиеге келеді. Шиқшыда не бар, не керегін сұрайды. Сөйтсе есепте бар ақша мен мал Саған аға да, күмбез салуға да жетеді екен. Тобан аға, тілектеріңіз, ойларыңыз өте орынды. Туымды аяқтайық, қырқымнан да құтылайық. Ірі шөп дайындау маусымына дейінгі аралықта бұл жұмысты нәсіп болса қолға аламыз. Бірақ оған дейін бәрімізде күмбез сағана салатын жақсы ұста жағын ортада қай жерде барын іздестірейік. Қанарбай атаның туған өлген жылдары туралы мәліметтерді сұрастырып жүрейік деп бірнеше пікірлер айтып жүріп кетеді. Әбдіхалық пен Арыстан ел басшысына Құдай көңілдеріне салған осы бір аманатты мақұлдаттырғандарына қуанып, көңілді бірлеп қала береді. Киелі Қанарбай атадай әулиеге ел ұсынған мазмұнды қызметті мінсіз орындау Тобан ағаның қызығушылығын арттырады да, қайратына қайрат қосып жігерлене түседі. Көңілінің бір бұрышында әулие туралы ойлар сәулелене түсті. Мезгіл таялап, шаруашылық істері еңсерілген сайын ішкі ойлар сыртқа теуіп, нақты әрекетке көшеді. Мыңбұлақтан ұста Төрехан Дәдебаевты тапты. Шебердің тіктеген бірнеше күмбездерін зерделей қарап байқайды. Өзімен де кездесіп келісімді шешімге келеді. Күмбез жұмыстары төңірегіндегі қам-қарекеттер бітті. Ең керектісі әулие атаның туылған, өлген жылдары. Тобан аға мұны бірнеше үлкендерден сұрап біле алмай жүреді де Сырман Білбаевқа жолығуды ойлайды. Бірақ сан мың жұмыстан қол үзіп шыға алмайды. Сөйтіп жүргенде Тобан аға Кенемехқа, аупаркомға шақырылады. Азанда ерте тұрып жолға шығып, сәскеде Кенемехқа келіп, аупаркомның сұраған санын, мәліметтерін беріп қайтып кетеді. Ұзынқұдыққа барса, радист жігіт алдынан шығып, аупарком тағы да шақырып жатқанын айтады. Аупаркомның хатшысы Шалалау Сауат Петросян деген біреу еді. Оның мақсаты Тобаннан кінәрі тауып, айыптау, пара алу. Тобан өз ісіне өте пысық әрі білімді адам. Әлгіндей нәпсі қомар сумиларға сірә бой бермейтін кісі. Әйтпесе аупаркомда бар мәлімет түгел, олай болмағанда да рация арқылы керегін сұрап алуы да әбден мүмкін. Ол жерде отырып қайта-қайта 250 шақырымнан ермекке шақырып отырғандардан көп ақылды Тобан аға тез ізінен қайтып 2 сағаттан артық жол басып жүріп аупаркомға жолығады. Сондағысы бір озат шопанның фамилиясы керек екен. Мейлі директордан не кетті, 10 минутта хатшының кабинетінен шығады да ауылына бастайтын үлкен жолға түсіп тартып отырады. Шеңгелдіден өткеннен кейін енді ауылға барғанымен бір іс бітіре алмайым. Сырман ағаның ахуалын сұрайын деп жолдан Әжібөгетке бұрылады. Сырман ата бұл кезде төсек тартып жатқан. Тобан інісі келгеннен қарттың көңілі көтеріліп. Келді әміре көңілді көтергелі, өлең шіркін келмей жүр жөтелгелі. Алып бер анау тұрған қу ағашты басымды жастықпенен көтер бері деп халық ақындарының бір айтпақшы, әңгімешіл шежіре қарт біраз қуаттанып, жай-жайды шұқшия сұрап көп әңгімелеседі. Ауылдағы Тобан аға қарттарының барлығын шақыртып кісіні күтеді. Бар әңгімесінің ретінде Тобан аға Сырман атадан Қанарбай атаның қайсы жылдарда дүниеден өткенін, неше жасында кеткенін сұрайды. Сонда қарт Қанарбай дүниеден өткен жылы Ақбосқын болды. Сол жылы құйрықты жұлдыз көрінді, ел тасаттық берді.
Қанарбай пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам жасына келіп қайтыс болды деп ізінен және бір естеліктер айтып сұрақтарға жауап береді. Өмірінше шаруашылықпен айналысып жүретін адамның бір алаңы жыл мезгілдерінің мінезі, ал үлкен кеңшарға басшы болған адамға бұл өте қажеттерек. Сол ақ басқын болған жыл туралы елдің өткен өмірі мен тарихына құмар Тобан аға көптеген кісілерден талай сұхбаттарда естіген болатын. Ұқыпты басшысы мұны жазып та қойған еді. Себебі оның неше мүшелдерде қайталану ықтималдылығын да ескеріп жүретін. Сөйтіп, ата туралы жақсы мәліметтер жинаған Тобан аға ауылға келісімен әулиені қоршау, сағана, күмбез құру жұмыстарын қауырт бастап жібереді. Алайда жақсы іс өте жақсы. Үлкен кісі азаматтың бұл еңбектері әулиеге, атаға, әруаққа, дініне, өзіне құрметі десек, екіншіден халыққа құрметі. Қанарбай атаға зиярат етіп, Қазақ, Қарақалпақстан, Түркмен және Өзбек елінің көп уәлаяттары мен аудандарынан кісілер келеді. Олар Қанарбай атаның босағасынан аттағаннан ақ өздері ойлағандай әдемі әспеттелген күмбезді әулиеге зиярат етеді. Әулие ата ықыласымен келгенге қақпадан аттағаннан ақ рухани әсер етеді. Ал зияраттан кейін барлық қолайлы жабдықтары бар мешітте намазын оқып, еркін отырып, өзара сұхбаттасып, тамақтанып, неше күн қалса да жатып, демін алып аттанады. Бұл құрметтерге риза болған көпшілік шихшы марқұм Арыстан мен Әрібайға, Сүйіқұл мен Тобанға, Төрехан мен осы жұмыстардың басталуына себепші болған Әбдіхалық Жаңабаев, Шәмшат Ақназаровтарға және олардың қолдаушылары мен атқосшыларына үлкен алғыстар айтады. Мешіт саларда да, күмбез құрарда да әулиенің өз табысы негізгі қаражат болады. Ал елдің әулиеге аттанғанына қиянат жасамай, имандылық пен Қанарбай атаның халқының мүддесіне жұмсаған шихшылардың адамгершілігі айтарлықтай құнды. Ізгілікті істің жанашыры болған жақсыларға біз де жалғыз Алла тағалаға иман келтіріп, ұлы исламды құрмет тұтып, әулие Қанарбай атаны көркейтіп мерейлендірген сіздерді де Алла көркейтіп мерейлендірсін дейміз. 4-ші бөлімнің соңы. Қанарбай ата туралы жазылған естеліктер осымен аяқталды. 5-ші бөлім Маңғыстауда бір бекет деп аталады. 5-ші бөлімді осы видеоның астынан және комментарий бөліміндегі сілтемелер арқылы тауып алсаңыз болады.